Бүгін айт ислам тарихында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хижреттің 2-ші жылында мәдиналықтардың ол уақытта өздері үшін ертеректен келе жатқан екі мерекесі болатын. Пайғамбарымыз ол мерекелі жайлы сұраған кезде бұл ата-бабаларымыздың ертеректен келе жатқан біз үшін қадірлі күн, қастерлі күн дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Инналлаха қад абдалакум бихима хайран минхума яумал адха ва яумал фитр». Алла тағала осы екі күн сендерге осы екі күннен де артық жақсы мерекені сендерге ауыстырды. Ол бірі құрбан айт мерекесі, екінші ораза айт мерекесі деп пайғамбарымыз айтқан еді. Сол уақыттан бастап ислам әлемі үшін діни тұрғыдан діни мереке ретінде осы екі айт мерекесі бекітілді. Бірі осы бүгінгі қасиетті, қастерлі біз үшін ораза айт мерекесі. Ораза айт мерекесі ең бірінші біз үшін, мұсылман жамағаты үшін неден басталады десеңіздер, міне бүгінде өздеріңіз таң ата мешіттердің барлығында бүгінде күн арқан бойы көтерілгеннен кейін айт намазына әзірлік жасалып, жамағатпенен, көпшілікпенен мешіттерде бүгінде айт намазы оқылатын болады. Пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассаламның да ең бірінші айт күні жасаған амалы да осы айт намазы болатын. Ардақты пайғамбарымыз өз хадисінде Абдуллах ибн Масудтан жеткен хадисте былай деп айтады: «Мұъмин пенделер Рамазан айының оразасын толық ұстап, айт күні намазға бет алғанда Алла Тағала періштелеріне: «Уа періштелерім, адамзат бейнет атқарса, оның ақысын талап етеді. Пенделерім, мен парыз еткен оразаны атқарып, ақысын алуға бүгінде мешітке бет алғалы тұр. Олар мен үшін ораза ұстады, менің пәрмәніменен ауыз ашты. Енді қуанышқа, берекеге бөленсін. Сендер куә болыңдар, мен олардың баршасының күнәсін ғафу еттім» дейді екен. Дәл осы хадистің мағынасында екінші бір хадисте келген. Ол хадистерде Алла Тағала былай деп бұйырады: «Уа періштелерім, менің құлдарым оларға міндеттеген парызымды орындап, маған дуа ету үшін айт намазына шықты. Өзімнің құдіреттілігім, ұлықтылығым, жомарттығым жоғары мәртебе және дәрежесіменен ант етемін» дейді. «Мен олардың дұғасын қабыл етемін» дейді. Міне бүгін сондай біз үшін Алланың мейіріміне бөленіп, дұғаларымыздың қабыл болатын осы бір берекелі сәтте баршамыз мешітке келіп отырмыз. Құрметті ағайын, баршаларыңыздың Алла Тағала қадамдарыңызды сауаптан етсін. Осы айтылған хадистегі Алла Тағала дұғаларымызды қабыл етіп, иншалла күнәларымыз кешірілген халде иншалла мешіттен бүгінде шығуды Аллахым баршамызға нәсіп етсін. Тақаббалаллаху минна ва минкум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары айт күндері бір-бірімен қауышқан кезде, бір-бірімен қауышып жаңағы кезіккен кезде бір-бірлеріне тақаббалаллаху, Алла минна ва минкум, бізден де сіздерден де осы бір жасаған амалдарымызды қабыл етсін деп дұға еткен. Яғни айт намазынан кейін ең бір жасалатын амалда, яғни мұсылмандардың бір-біріне қал жағдай сұрасып, амандық, саулық сұрасып, бір-біріне дұға етулері дейді. Бұл пайғамбарымыздың сүннет амалдарынан, құрметті бауырлар. Бүгін айт намазына келдіңіздер. Мына айт намазының ең басты амалдарының бірі жаңа өздеріңізбен бірге имамның артында тұрып, сап түзеп, иншалла айт намазын оқу. Ханафи мазхабы бойынша айт намазы 2 ракаттан тұрады. Айт намазы 2 ракаттан тұрады. Имам ниет қылып, Аллаху акбар деп тәкбір алғаннан кейін, Аллаху акбар тәкбір алынады.
қолдарымыз кіндіктен астын байланады. Субханака дұғасы оқылады. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака смук ва та'ала джаддук ва ла илаха гойрук дұғасын оқимыз. Одан кейін 3 мәрте тәкбір алынады. Әр тәкбір айтылған кезде Аллаху акбар деп айтылған кезде қолдарымызды құлаққа дейін тигізіп түсіретін боламыз. 3 мәрте осы тәкбір айтылғаннан кейін қолдарды байлап Фатиха Құранның Зәм сүресінен бір аятты оқып, рукук жасап, сәжде жасап, екінші ракатқа тұрған кезде де бұл жерде де Фатихасын, намаздың Фатихасын оқып, Зәм сүресін оқығаннан кейін бірінші ракаттағы да 3 мәрте Аллаху акбар деп қолдарды құлаққа дейін қағып 3 мәрте қолды түсіреміз. 4-ші мәрте Аллаху акбар делінгеннен кейін рукуге барып сәжде жасап, иншалла тахият, салауат дұғаларын оқып, сәлем беріп, намазды бітіргеннен кейін барлықтарымыз орнымыздан тұрмаймыз. Имам құтбаға шығады. Құтбаға шыққаннан кейін барлығымыз зейін қойып құтба оқылатын болады. Балаларға кішкене болсын бір айттық, сыйлық беру мәселесі мешіттен біз бастау алып болсын жөн көреміз. Жылда өздеріңіз білесіздер. Енді қазір отырған кісілердің барлығымыз мазаламайық, осында үлкен қарияларымыз бар. Сол қарияларымызға азды болсын, кішкене болсын үйдегі балаларға бір айттық. Міне осыны ақсақалымыз отыр екен, міне баласымен келіпті. Бірінші сапта отыр. Міне осы кісіден бастайыншы. Бисмилла. Міне. Енді қалған балалар, сырттағы балалар бар. Біздің мешітте имамдарымыз иншалла сыртта арнайы сіздерге кішігірім бір ойын сауық сұрақ жауап ретінде бір шара өтеді. Мешіттің алдындағы ана имамдарға жақындасаңыз, сол жерде сіздерге арнайы сыйлықтар беріледі. Міне, немереңіз бар ма аға? Бар. Міне, немересі бар кісілерге берейін. Немересі бар кісілерге. Сіздер немереге жетіңіздер иншалла. Ағаның немересі бар шығар. Міне. Бисмилла.